Баршаңызға сәлем қыздар. Мен сіздермен бірге бүгін шайға арналған өте тәтті, жылдам, жеңіл печеньенің түрін ұсынамын. Начинкасы грецкий орехпен жасалады. Видеомды соңына дейін тамашалауларыңызды сұраймын. Менімен бірге жасауларыңызға кеңес беремін. Бұл печеньенің түрін көп жерлерде сигареты с орехом деп айтады. Мен палочка с орехом деп айтамын өзім. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Жаңғағымызды майдалап алып, жұмыртқамыздың ақ бөлігін, ақ уызын саламыз. Тәттілігіне қарай, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тәтті құмшекерімізді саламыз. 3 ингредиентті жақсылап араластырып, осылай қолымызда форма шығу керек, жабысып. Қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды ұн, майымызды алып, бір-бірімен араластырамыз. Қаймақ болса қаймақ, болмаған жағдайда қатық қоссаңыздар болады. Міне осындай эластичный қамыр жасалады, бірігіп. Осы қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Жақсылап 4 бөлікке бөліп алғаннан кейін әдемелеп бір бөлігін алып, дөңгелек етіп, жұп-жұқа етіп, қамырымызды жайып шығып, начинкамызды осылай саламыздағыны майламаймыз. Осылай формамен дөңгелектеп, үшбұрыштылап айналдырып шығамыздағыны қызып тұрған пешімізге 180 градуста пісіріп аламыз 20-30 минут. Әдемілігін өздеріңіз әрлейсіздер осылай. Қыздар, бұл ең жылдам әрі тәтті шаймен кете беретін печеньенің түрі деп айтсам да болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетемін. Өте хрустящий, дәмі деген тәтті. В общем, бір рет істеп жасап көрсеңіздер, қайта-қайта жасап шаймен іше бергілеріңіз келеді, жей бергілеріңіз келеді. Баршаңызға ас болсын. Қонақ келген кезде осы печеньені істеп көріңіздер.